ортасында сәтсіз әскери эксперименттен кейін планета патогеннің жаңа түрін жұқтырды. Армия бастапқыда супер сарбаздарды жасау үшін ХГВ деп аталатын патогенді пайдалануды көздеді. Бірақ оның орнына жұқтырғандарды вампир тәрізді тіршілік иелеріне айналдырды. Құрбандар гематофагтар деп аталды және олардың қанға деген құштарлығынан басқа олар адамнан тыс қабілеттерді көрсетті. Сондықтан үкімет жұқтырған адамдарды жеңдеріне сәйкестендіру таңғыштарын тағуға мәжбүрлеу арқылы озбыр режим орнатты. Оларды халықтың қалған бөлігі шеттетіп, уақыт өте келе жұқтырғандар оқшауланған колонияларға жіберілгенге дейін өте аз уақыт өтті. Алайда режимнің қазіргі жетекшісі кардинал Фердинанд Даксис қансорғыштардың көпшілігін жойып, тазарту процесін бастады. Осы қақтығыстың ортасында жас медбике Виолет тұңғышының дүниеге келуін күтті. Өкінішке орай, ол жұмыс істеген ауруханаға қансорғыштар тобы шабуыл жасап, барлығын, соның ішінде Виолеттің күйеуінде өлтірді. Оны тістеп алмаса да, қансорғыштардың қанымен байланыста болу Виолетті жұқтырды және ол баласынан айырылды. Содан кейін ол оқшаулау колониясына жіберілді. Онда ол келесі 12 жыл бойы денесі мен ақыл ойын кек алуға дайындады. Осы уақытта жұқтырғандар қарсыласу тобын құрып, стратегиялық маңызды үкіметтік нысандарға шабуыл жасай бастады. Олардың соңғы шабуылы қансорғыш организмдерді зерттеу үшін қан банктерін сақтайтын зертханаға бағытталған. Тосын шабуыл кезінде жұқтырған 5 адам сфера тәрізді тасымалдағыштарды пайдаланып зертханаға кіреді. Ғалымдар қашуға тырысады. Бірақ қансорғыштар оларды тартылатын қылыштарын пайдаланып, үйлестірілген шабуылмен жояды. Осыдан кейін топ қан банкіне қарай бет алады. Бірақ оларды қаруымен жойып жіберетін режим сарбаздары қоршап алады. Шапқыншылықты ауыздықтауға болады. Бірақ әскери басшы бұл әрекеттерді күдікті деп санайды. Өйткені олар бар болғаны 5 адаммен қан банкін басып ала алмас еді. Алайда, ол мақсаттың қан алу емес, мүмкіндігінше көп адамға жұқтыру екенін кеш біледі. Осыған байланысты, көшбасшы мәйіттердің бірін тексеруге барғанда, ол қансорғыштардың қанын жұқтырады, және сарбаздар оны еш ойланбастан жойып жібереді. Ол тікелей басынан атып өлтірілді. Жұқтырғандардың барған сайын қауіпті болып бара жатқанын түсінген кардинал Даксис армияға жаңа жауынгерлік көлікті жеткізуді бұйырады. Ол патогеннің кез келген ізін жою үшін арнайы әзірленген және жақын арада қансорғыштар жойылып бара жатқан түрге айналады. Бұл миссияны орындау үшін армия штабқа мотоциклімен келген КСП 154 кодтық аты бар жалдамалы әскерді шақырады. Жауынгерлік шеберлігімен қатар, ол бірнеше секунд ішінде шашының, киімінің және көзінің түсін өзгертуге мүмкіндік беретін озық камуфляж технологиясын пайдаланады. Миссияны бастамас бұрын, КСП 154 оның денесінде патогеннің жоқтығын анықтау үшін бірқатар сынақтардан өту керек. Бірінші қадам оның бетінен, көзінен және білегінен алынатын қан үлгілерін жинау болады. Жаралардың жазылмайтынын көріп, олар жалдамалыға инфекция жұқпаған деген қорытындыға келеді. Тексеру аяқталғаннан кейін КСП 154 ұшағын бөлмеге апарады. Онда агент оған жұқтырғандарға қарсы қару жарақ салынған портфельді береді. Базаның сыртында мотоцикл мінген тағы бір агент пайда болады. Ол өзін КСП 154 код атымен таныстырады. Алдымен күзетшілер оны алаяқ деп шешті, бірақ оның жеке куәлігінің арқасында жалдамалы адам шынайы болып шықты. Басып кірді деп күдіктеніп, дабыл қағылды. Бірақ олар қаскүнемді ұстай алмай тұрып, ол портфельді ұрлап, сарбаздарға шабуыл жасай бастады. Содан кейін алаяқтың қансорғыштар құпия қаруды ұрлауға жіберген Виолет екені анықталды. Ол өзінің шеберлігінің арқасында сарбаздарды қолдары мен аяқтарының жылдам соққыларымен жерге құлатып, оңай қарусыздандырады. Одан да көп сарбаздар пайда болады, ал Виолет жерден қаруын көтереді. Бірақ сақтандырғыштың кесірінен оқ атпайды. Ол уақытты босқа өткізбей, қаруды бөлшектеп алып, оның бөліктерін сойыл ретінде пайдаланып, сарбаздарды бірінен соң бірін жойып жібереді. Осы қақтығыстан кейін Виолет өзін нашар сезіне бастайды, және ол сарысуды В гепатитінің қоздырғышына қарсы егу үшін пайдаланады. Осының арқасында ол күзеттен өте алды. Бірақ көп ұзамай оған жаңа агенттер келе бастады. Виолет есін жиған бойда белбеуіндегі ауырлық күшін реттегіш қызметін атқаратын құрылғыны іске қосты. Осы қабілетінің арқасында ол төбеде жүріп, әрекет етуге мүмкіндігі жоқ сарбаздар тобын атып тастай алады. Сонымен қатар, Бейсис қауіпсіздік орталығында операторлар қаскүнемді Виолет деп атайды. Ол жұқтырғаннан кейін өлімге әкелетін қылмыскерге айналған жас медбике. Олар одан берілуін талап етіп, онымен байланысуға тырысады. Бірақ Виолет төбеден қашу үшін гравитациялық құрылғыны пайдаланып, портфельмен қашып кетеді. Базаның жоғарғы жағына жеткенде, ол сарбаздардың қоршауында қалады. Бірақ олардың санына қарамастан, олар әйелдің дәл атуымен тез жойылады. Ақырында Виолет ғимараттан секіріп түсіп, мотоциклімен қашып кетпекші болғанда, оны одан да көп күзетшілер қоршап алған кезде, тапаншалары оның басына тура бағытталған. Өкінішке орай, жындылар үшін ол жылдам қимыл жасап, тартылатын қылышын іске қосып,
олардың барлығын бірнеше секундта жойып жібереді. Жол ашық болған кезде Виолет мотоцикліне мініп, қарсыласу қозғалысының жетекшісі Нервамен байланысады. Ол оған портфель тапқанын айтады. Ал көшбасшы оны ешбір жағдайда оның мазмұнын ашпай-ақ базаға апаруды бұйырады. Виолет бұл талапты орындап, қаланы аралауды жалғастыруда, бірақ көп ұзамай оны полиция көліктері мен әскери тікұшақтар қуа бастайды. Тағы да қайталаймын. Виолет гравитациялық реттегішті қолдануы керек, және ол ең жоғарғы деңгейге жеткенше терезелер арасында маневр жасап, ғимараттарға көтеріле бастайды. Ол жерге жеткенде, оны тікұшақтардың бірі қуып, мылтықпен ұстайды. Алайда, Виолет артқа шегінудің орнына жылдамдықты арттырып, тікұшақты бір секіріспен басып озып, экипажды қаруымен жойып жібереді де, екінші жағынан шығып, көліктің терезесін, тағы бір ғимаратты сындырады. Бұл маневр арқылы Виолет билікті адастырып, медбикеге қарай бет алады. Бұл жүйкенің негізі лифтпен келе жатып, ол басшының бұйрығына бағынбай, портфельді ашады. Бірақ қандайда бір порталда қамалған баланы тапқанына таң қалады. Кездесу орнына келгенде, ол осы жүйке туралы айтады, және ол баланың денесінде антиденелер бар екенін түсіндіреді. Қоздырғышпен күреседі. Бұл антиденелердің көмегімен барлық жұқтырған адамдарды емдеуге болады. Осылайша қансорғыш паразиттер жойылмайды. Нерва бұған жол бергісі келмейді, және жас жігітті жою үшін тапаншасын суырып алады. Бірақ Виолет оны жай ғана баламын деп тоқтатады. Сонымен қатар, оның қанында антиденелерді бөліп алу мүмкіндігі бар. Және осылайша қайтадан адам болғысы келетіндерге тарату үшін дәрі жасау. Осыған қарамастан, Нерва мұндай тәуекелге барғысы келмейді, және Виолетке кетуін айтады. Өйткені ол жұмысын аяқтап қойған. Ол кетіп бара жатқанда, Нерва баланың триггерін тартып алады. Бірақ осылайша ол голографиялық құрылғыны зақымдап, оның дұрыс емес екенін көрсетеді. Нағыз бала. Содан кейін Виолет бөлмеге кірер алдында баланы чемоданынан алып шыққаны және екеуі алысқа қашып кеткені анықталды. Алайда ғимараттан шығып бара жатып, Виолет бала туралы бұрыннан білетін қытайлық мафия тобына тап болады, және олар одан оны беруін талап етеді. Виолет бас тартады, және олардың біреуі триггерді оның бағытына тартқанша бүкіл банданың нысанасына айналады. Мәселе мынада, оның жылдамдығымен қылмыскер оқтан жалтарып, оқ тікелей банда басшысының басына тиеді. Ғимаратта атыс басталады. Бірақ Виолет оқтан жалтарып үлгереді. Соның салдарынан жындылар өздеріне оқ жаудырады. Барлығы залалсыздандырылғаннан кейін ол қашуды жалғастырады. Баламен бірге, бірақ олар көлікке отырғанда, олардың жолын әскери колонна жауып тастайды. Виолет баланы тез арада көлікке отырғызады. Екеуі де жасырынып қалады. Ал бір топ сарбаз триггерді тартып алады. Бұл атыс аяқталғанша және кардинал Даксис колоннадан шығып, баланың өзін ұстауын талап еткенше аяқталатын сияқты. Маған берші. Ол баланы өзінің ұлы деп санайды, және оның көмегімен ол барлық қансорғыштарды қайтадан адамдарға айналдыра алатын дәрі әзірлеуге ниетті. Ол Виолеттің мұны қалайтынын біледі, және оны министрлікке апару үшін одан көмек сұрайды. Бірақ ол кардиналдың ниетіне күдіктеніп, онымен бірге көлікпен қашып кетеді. Бала. Олар біраз қашықтыққа кетіп бара жатқанда, Виолет көліктен түсіп, билікті шатастыру үшін метро станциясына қарай бет алады. Олар пойызға мінген соң, екеуі келесі станцияға келеді. Бірақ ол режим сарбаздарына толы. Виолет назар аудармау үшін қолдан келгеннің бәрін жасайды, және қансорғыш ғалым және оның одақтасы Хартпен байланысады. Жағдайды түсіндіргеннен кейін, ол оған көмектесуге келіседі. Ал Виолет онымен бірге зертханаға барып, оның қанын пайдаланып, дәріні синтездеуді үйренеді. Жолда ол баладан оның аты жөнін сұрайды. Ал ол 6 санын көрсетіп, қолымен қимыл жасайды. Ақыры олар Гарттың жасырынған жерін тауып алады. Ал ғалым егжей-тегжейлі талдау жасау үшін баланың қанынан сынама алады. Осы жерден алыс жерде режим министрлігінде Нерва мен оның жақтастары кардиналмен бетпе-бет кездесуге бел буып, бұл жерге шабуыл жасайды. Көп ұзамай олар оны дәлізден тауып алады. Ал Даксус өз адамдарына басқыншыларды жоюды бұйырады. Бірақ Нерва жылдамырақ болып, төбелік шамдарға оқ жаудырады. Бүкіл дәліз қараңғылыққа батып бара жатыр. Ал апаттық шамдар жанған кезде, Даксус оның барлық адамдарының еденде жансыз жатқанын көреді. Содан кейін кардинал басқа бөлмеге кетеді. Оның артынан Нерва мен оның тобы режим басшысын өлтіруге дайындалып жатыр. Алайда, бұл Даксисті қорқытпайды, және олар қару алып үлгермей жатып, 3 қолбасшыны атып тастайды. Тек Нерваны ғана ептілігіне таңғалады. Бірақ кардинал оны жоюға ниеті жоқ, және мәміле жасауды ұсынады. Осы уақытта Гарттың зертханасында ол Сигзаның қан анализін аяқтайды. Бірақ ХГВ қоздырғышына қарсы антиденелерді таппайды. Оның орнына ол жерде қандай да бір химиялық қосылыс бар. Ол іздеуші ретінде әрекет етумен қатар радиоактивті энергияны шығарады. Гарттың пайымдауынша, егер бұл қосылыс қандай да бір жолмен алынбаса, бала 8 сағаттан аз уақыт ішінде өледі. Осы дилеммаға тап болған ғалым Виолетке 6-дан бас тартуға кеңес береді. Өйткені әйтпесе режим оларды қудалауды жалғастырады. Алайда ол оны тастап кетуден бас тартады. Өйткені ол оған бұрын болуы мүмкін ұлын еске түсіреді. Осы себепті Виолет келесі күні таңертең Хартпен қоштасып, Сикске көмек сұрап қалаға аттанады. Екеуі бірге сауда орталығына келеді. Ал Виолет Хартпен байланысады. Бірақ оның телефоны тыңдалып жатқанын түсінеді. Көмекке шақыра алмай, ол құрылғыны тастап,
азық-түлік сатып алу үшін сауда орталығына барады. Алайда Сикс не болып жатқанын түсініп, Виолетке қашып кетуді бұйырады. Өйткені олар бірге болған кезде режим сарбаздары оны іздей береді. Басқа амалды көрмей, ол келіседі. Бірақ кетер алдында балаға біраз ақша береді. Виолет ақыры кетіп қалады. Бірақ жолда өзін кінәлі сезініп, қайтып келіп, баланы алып кетуге бел буады. Дәл осы сәтте көбірек сарбаздар пайда болады. Ал бірнеше секундтан кейін атыс дыбыстары естіледі. Виолет не болғанын көру үшін абыржып жүгіреді. Бірақ алтыншыдан гөрі сарбаздар қорқақтықпен жойып жіберген басқа баланы көреді. Ол бетпердесін сақтап қалуға тырысады және баланы тастап кеткен жердің жанында жартылай ашық есікті көргенше алтыншысын іздейді. Виолет өтіп бара жатқанда ол тағы да алтыншымен кездеседі. Бірақ көп ұзамай бала қазір кардиналдың қызметінде тұрған Нерваның қолына түседі. Содан кейін ол алтыншысын алып кетіп қалады. Ал Виолет зиратқа жеткенше оның соңынан ереді. Оны оқиға орнында екі қансорғыш күтіп тұр. Олар да кардиналдың қызметінде екенін айтады. Олар Виолет сияқты күшті және жылдам екендіктерін айтады. Бірақ бұл оны тоқтатпайды және ол екеуін де ұрысқа шақырады. Біріншісі оған асығады. Бірақ Виолет шабуылдан жалтарып, оны қозғалтпау үшін жындының шашынан тартып, аяғының айналмалы соққысымен құлатады. Екіншісі оған жақындап келеді. Бірақ Виолет оңай жалтарып, оны тепкілеп, ер адамның шашын жұлып алады. Осыдан кейін Виолет кесенеге кіреді. Ол жерден Нерваны және оны күтіп тұрған қансорғыштар тобын табады. Ер адам алтауын құдықтың үстінде ілулі қалдырып, Виолетке өз өмірін бекер қатерге тігіп жатқанын ескертеді. Нерва кардиналдың айтуынша, баланың қансорғыш жәндіктерге емес, адамдарға қарсы антиденелері бар екенін айтады. Сондықтан Виолет қатты қалайтын дәрі жоқ. Бірақ ол әлі де баланы бәрібір құтқаратынын айтады. Содан кейін Виолет өзінің тартылатын жүзімен барлығын дуэльге шақырады. Ал Нерва өз адамдарына оны аяқтауды бұйырады. Ол әскери базада жасағандай, Виолет бүкіл денесін айналдырып, дәл қимылмен барлығын бір секундта жойып жібереді. Осыған қарамастан, Нерва шайқасқа одан да көп адамды жіберіп, арқанды құдықтан босатып, алтауы құлай бастайды. Баланы құтқаруға санаулы секундтары бар екенін көрген Виолет басқа семсерлесушілерге қарай ұмтылып, жүзімен дәл соққылар жасайды. Екі қолбасшы оған бірге шабуыл жасамақшы болды, бірақ Виолет секіріп кетті. Ал жындылар пышақтарын бір-біріне жабыстырды. Ақырында Виолетке қарсы тұруға тырысатын Нерва ғана қалады. Бірақ әйел одан да шебер және оның шабуылына тосқауыл қойғаннан кейін, ол қылышын кеудесіне, иегіне шаншып, кері соққы береді. Ақырында ол алтыншысын құтқару үшін арқанды ұстап алады. Тіпті үйкелістен жанып тұрған қолымен де ол мұны істемейді. Ол мені жібермейді және қолынан келгеннің бәрін ұстай алады. Бала аман есен, бірақ Виолет шайқаста жасаған барлық күш-жігерінен кейін қатты шаршады. Дегенмен, бір минутты босқа өткізуге болмайды және ол кардиналдың өзінен көмек сұрауға тура келсе де, алтауын құтқаруы керек. Коммуникаторды пайдаланып, ол Даксиске хабарласып, ұлын құтқару үшін одан көмек сұрайды. Дегенмен, ер адам баланың шын мәнінде оның әлемдік үстемдік жоспарын жүзеге асыру үшін жасалған клондарының бірі екенін айтады. Содан кейін ол Виолетке көптен күткен лекарства алуға мүмкіндігі болатынына уәде беріп, Сиксті министрлікке әкелуді бұйырады. Содан кейін Виолет оқиға орнына барады және сол жерде 700 қарулы сарбазымен бірге кардиналмен кездеседі. Ол Даксустан баланы құтқаруды тағы бір рет сұрайды. Бірақ ол бұл мүмкін емес екенін айтады. Өйткені оған баланың денесі тек қансорғыштарды ғана емес, сонымен бірге барлық басқа адамдарды, адамзатты жою үшін қажет. Виолет оның ниеті қандай екенін сұрайды. Ал Даксус қансорғыштар енді қауіп төндірмейді деп жауап береді. Олар іс жүзінде жойылып кетті. Енді адамзат бақылауды қажет етеді. Осының арқасында ол барлық адамдарды жоюға қабілетті қосылыс жасау үшін клондар жасады. Аман қалғысы келетіндер министрлікке адал болуға ант беруі керек. Әйтпесе қансорғыштар сияқты тағдырға тап болады. Жоспарын ашқаннан кейін Даксус баланы қайтадан қайтаруды талап етеді. Бірақ Виолет қарсылық көрсетіп, оған қарсы тұру үшін қылышын суырып алады. Дәл осы сәтте кардинал өз адамдарына оқ атуды бұйырады және олардың барлығы қаруларын Виолетке бағыттайды. Ол ешқандай зақым алмаған сияқты. Атысты тоқтатқаннан кейін Даксис Виолетке барады. Бірақ бұл оның көлігіне бекітілген голограмма ғана екенін біледі. Осы жерден алыста жүргенде нағыз Виолет не болып жатқанын бақылап отырады және өзінің қабілеттерімен болса да тікелей қарсыластықта армияны жеңе алмайтынын түсінеді. Алтыншы өмір сүруге аз ғана уақыт қалғандықтан ол өмір бойы теңіз шошқасы ретінде пайдаланылған баламен бір сәт көңіл көтеруді шешеді. Алайда екеуін Даксус пен оның адамдары тоқтатып, оларды тауып алып, баланы алып кетуге дайындалып жатыр. Өкінішке орай, алтылықтың уақыты өтіп, бала бәрінің көзінше жойылады. Виолет оны құтқара алмағанына шағымданады. Тіпті жеңіліске төтеп беруге тырыспайды. Көп ұзамай оған Даксустың оқтары тиеді. Қылмыскер жойылған кезде кардинал өз адамдарына баланың денесін алып кетуді бұйырады. Өйткені оны сол жерден шығарып алу мүмкіндігі болуы мүмкін. Кешен Виолетке келетін болсақ, Даксис оның ізін қалдырмауды бұйырады және өз адамдарына оның денесін өртеп жіберуді бұйырады. Алайда бірнеше сағаттан кейін Виолет Гардтың зертханасында оянады.
ол өзін өртегіштердің бірі ретінде көрсетіп, оның денесін жасырын түрде алып кеткен. Соған қарамастан, ол қайтып оралғанына өкінеді, өйткені ол өзін өзі өлтіру арқылы ғана басынан өткерген барлық азаптан құтылатынына сенді. Содан кейін Виолет кетіп қалады, және түн ортасында ол мұның бәрін бір жола аяқтауды ойлайды. Алайда, Гард оған қоңырау шалып, теледидарды қосуды сұрайды. Өйткені жаңалықтар алтыны туралы жаңа ақпаратты таратады. Соңғы демі шықпайды. Бала қағазға жазбалар жазып, оны Виолетке қалдырды, бірақ ол оны уақытында жеткізе алмады. Бұл жазбаларда гематофагияның шынайы лекарства табудың кілті болуы мүмкін ХГВ қоздырғышы туралы формула болды. Гард формуланы қайталай алатынына және Виолетті емдей алатынына сенеді. Бірақ ол бас тартады. Өйткені оған әлі де соңғы миссияны орындау үшін оның күші қажет. Виолет келесі күні таңертең 6-шы әлі тірі болуы мүмкін деп сеніп, министрлікке барады. Ол режимнің бүкіл армиясына қарсы күресу керек болса да, сол жерге басып кіріп, оны қайтарып алуға ниетті. Министрлікте Виолет алдыңғы есіктен кіріп, Даксустың тұрған жерін хабарлауды талап етеді. Ал ғимарат детекторы оның костюмінде жасырылған бірнеше қаруды анықтайды. Күткендей, оқиға орнындағы күзетшілер оны қарсы алуға асығады. Бірақ ол олардың барлығын өзінің сенімді жүзімен жойып жібереді. Бұл арада Даксис қыздың денесін аман есен сақтап, шұғыл қоңырау түскен кезде оның қанын алмақшы. Қауіпсіздік камералары арқылы ол Виолеттің әлі тірі екенін анықтап, оны бір жола жою үшін бүкіл экипажды жұмылдырады. Көп ұзамай қылмыскер дәлізге шығып, онда қылышпен қаруланған бетперде киген бір топ адамға тап болады. Ол олардың барлығына бірден қарсы тұрудан тартынбайды. Олардың шабуылдарын жүзімен жауып, жылдам қимылдармен күреседі. Біреуі ғана қалғанда, ер адам қарсы тұруға тырысады. Бірақ Виолет пышақтардың бірінің сынығын қолына қысып, оны жерге тигізіп, оны аяқтайды. Виолет бұл шайқастан жеңіске жетті, бірақ жүзі оның қолын кесіп тастады. Оның қолынан қатты қан кетті. Бұл қан оның киіміне де түсіп, қызара бастады. Бірақ соған қарамастан, ол Даксусты іздеуді жалғастыруда. Одан да көп сарбаздар пайда болды, бірақ оларды Виолеттің жүзі жойып жіберді. Ол 6-шысын іздеуді жалғастыруда. Ақырында, ол кардиналдың бөлмесіне жетеді. Ол оны таң қалдырады. Ол шешімді, бірақ баланың енді тірі емес екенін хабарлайды. Алайда Виолет бұған сенбейді және оған қаруын алуды бұйырады. Өйткені ол онымен қарусыз кездескісі келмейді. Содан кейін ер адам қансорғыштардың ең үлкен әлсіз жақтарының бірі болып табылатын отағындарын ататын мылтықты алады. Виолет жауап ретінде пышағын жұлып алады. Бірақ шабуыл жасаудың орнына ол оны қолына қан жағып, Даксустың бетінен ұру үшін пайдаланады. Осының көмегімен ол кардиналды жұқтыра алады. Ол қазір өзіне ұқсас қабілеттерге ие. Енді олар тең дәрежеде болғандықтан, Даксус тістелген қылышын суырып алып, оны баланың тағдырын шешетін соңғы жекпе-жекке шақырады. Қарсыластар адамнан тыс жылдамдықпен соққы беретін қиян-кескі шайқас басталады. Қарсыластардың күші тең болған кезде, Даксис басқа стратегияны қолданып көреді және бөлменің төбесіндегі саңлауларды жауып, оны толық қараңғылыққа батырады. Алайда Виолет жауап ретінде қылышын өртеп жібереді де, олар қайтадан соқтығысады. Даксустың жүзі де жалынға оранған. Шайқас өршіп, кардинал басымдыққа ие бола бастайды. Бірақ күтпеген шабуыл Виолеттің одан қаруын тартып алуына себеп болады. Содан кейін ол Даксусты атып тастайды. Ол жалынға оранып, үрейленіп, қарсыласына шабуыл жасамақшы болады. Алайда Виолет оны қарусыздандырып үлгереді. Содан кейін қылышпен соңғы соққысын беріп, кардиналды екіге бөледі. Ақыры шайқас аяқталып, Виолет Сигзабадиді бөлмеден шығарып салады. Және ол күткендей, бала оянады. Виолет бұған қуанышты, бірақ ол көп қан жоғалтты және әлсірей бастады. Бұл жолы Сикс оған жасаған барлық істері үшін өтемақы төлеуге шешім қабылдады және оған Гард күтіп тұрған министрліктен қашуға көмектесті. Виолеттің арқасында режим қатты соққыға жығылды және Гардтың көмегімен ол гематофагияның лекарства табуға ниетті. Дегенмен, ол жақын арада кардиналдың орнына біреу келетінін біледі. Сондықтан ол осы тоталитарлық режим бір жола жойылғанша өз өкілеттіктерін сақтап қалуды шешеді. Сонымен, бұл фильм туралы не ойлайсыз? Оны төмендегі түсініктемелерде қалдырыңыз. Ал егер сізге видео ұнаса, лайк басып, басқа фильм шолуларына жазылыңыз. Келесі кездескенше.